Соңғы кездердегі әлемдік геосаяси жағдайдың шиеленісуінің түбінде діни және конфессияаралық қақтығыстардың болып жатқанын көрудеміз. Бір мемлекеттің ішінде бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатқан түрлі діни наным сенім өкілдерінің бір-біріне деген төзімсіздіктерінің нәтижесінде түрлі экстремистік әрекеттердің орын алып жатқанына баршамыз куәміз. Мәселен, Үндістанның Пенджаб, Кашмир аймақтарында мұсылмандар мен индуизм дінінің ұстанушылары арасындағы, оңтүстік Таиландта буддизм ұстанушылары мен мұсылмандардың арасындағы, Қытай Шыңжаң аймағы мен шығыс Түркістандағы Қытай мұсылман арасындағы, солтүстік Ирландиядағы протестанттар мен католиктер арасындағы, Нигериядағы мұсылмандар мен христиандар арасындағы, Палестина мен Израильдегі мұсылмандар мен еврейлердің арасындағы шиеленістер мен қақтығыстар осының мысалы. Осы орайда Қазақстан мұндай шиеленістердің алдын алу жолында дінаралық және конфессияаралық диалогта биік белестерді бағындырып отыр. Қаншама жылдан бері дәстүрлі түрде өтіп келе жатқан әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі осының жарқын үлгісі. Діни лидерлердің арасында да болады, мәселе болады. Біреулер қарумен шешкісі келеді, біреулер жұдырықпен шешкісі келеді. Бірақ бір столдың басына отырып мәселені шешу қайда пайдалы болады. Қазақстан осыны іске асырды. Міне, бір шаңырақтың астында қаншама дін және ұлт өкілдерінің тату-тәтті өмір сүруі әлемге үлгі болатын Қазақстанның сара жолы. Себебі біздің бірлігіміз әртүрлілігімізде.